дейсің? Не қойын дедің? Фу, нерден газын еш шықтыр, А? Газын еш шықтыр. Фу. Не істейін дедің? Ойыншықтарды жоғалтып отыр. Кішкентай кезінде мына жақтан алушы еді ойыншықтарды. Қайға кеткен дейді ойыншықтар. Мына жер кондитерский болып кеткен, мына жер. Кесетін өрген ғой. Иә. Мындай да бар. Мысалы, алманы құсын басып қойып. Потато. Фломастер, кондитерский. Сызасың ба? Тамаққа? Печенье анау мынауға. Мынасына кисточка бар. Формочка бар. Форма. Мында кесетін. Мындай бар екен. Мына күшкентай болып ауыр еді. 800 теңге тұрады екен. Не? Мындай гүл, не торқа гүл істейсің ғой. Ауыр ғой? Аха, кәдімгідей ауыр, Мынандай мен тиктокта көрдім, біреу осындай пластик. Мына жақта тұр ғой. Одан кейін мындай бар екен. Мынандай ара бар екен. Ағаш кесуге Тамақты не бар? термометр. Аха, термометр. Мындай формалар. Маған мына формалар ұнап жүр екен. 1000 теңге, 900 теңге, и мынандай 900 теңге. Кішкентай грамм-граммдап сап қойған 160 теңге. Бір тортқа. Торттың бетіне себетін бер. 185. Тек қана торт емес шығар. Торт, печенье, шоколад. Бисер? Мына жерде вообще әдемілер тұр. Ондай маржан болады. Вообще күшті прям. Қасы? Әдемі. Пошли. И мынандай да бар қара. 580 теңге екен. Не? Торттың бетіне жағатын. Жылтыратып қояды ғой. Икрады. Кеттік. Стол алған болатынбыз, сонымен столды осы жаққа қойдық. Маған қатты ұнады осы жерге қойған. Мінекей өте жақсы жерге тұрды Алматтың столы. Тек қана бізде қосымшасы бұл осындай тартпасы бар. Ручка, жаңа майда шүйделерін барын оны осы жаққа қоятын. Бәрін не істеп сату. В общем, осындай и асты мынандай. Кітаптарымыздың барлығы шашылып жататын еді, бізде енді осылайынан жиналып тұрады. Өзіне де қатты ұнады бұл стол. Өте өзіне де қатты ыңғайлы. Яна жерде розетка бар. Плюс болды оған, өйткені жаңа телефонын қойып қояды да, сол жерде көреді, ойнайды кей кезде. Но телефонды қосып қойып ойнама деп қанша рет айтсақ та, біз жоқ кезде ойнап алады. Сол жері жаман деп, в общем, ал подставка мына жаққа қарай көшті мінекей. Менің косметикаларым тұр, енді мына астында да заттар тұр, мінекей, үтік, жаңағы тігін, аптечка дегендер. Қоятын жер жоқ болғандықтан осы жерге қойып қойдық. Мына жер үстінде мен жаңағы косметикаларым. Негізі бұл жерге мен гүл өсірсем ба деп отырмын. Маған осы жер ыңғайлы сияқты. Жарық та әдемі түседі осы жерден. Күнді қатты жақсы көрмейтін гүлдер асырасам ба деген ойда жүрмін осы подставкаға. Бұл подставканы сатуға шығарған болатынмын. Кейін ойланып қалдым, пока тұра берсін. Кейін сатам ба или сарайға апарамыз, в общем, сондай мінекей осындай өзгерістер болып жатыр бізде.
Маған да қатты ұнады осы стол, ыңғайлы. Өзім де шықпаймын мына жерден. Шынымды айтсам, өзіме де керек сияқты. Жаңағы үтіктегенге де жақсы екен, розеткасы бар. И менің жаңағы тігін машинама да күшті кетті, міне прям керемет кетті. Өзіме алған сияқты болып қалдым ғой. Енді мен қазір пирожки пісіретін болам. Нан ашытып қойған болатын. Пирожки бізде духовкаға пісірілетін болады. Мына жерде сәбіз и капустаны екеуін бірге қосып қуырып, начинкасына капуста қосатын болам. Менің өте қатты жақсы көретін бұл менде пирожки капустамен жасалған, әрине духовкада пісірілген пирожки. Бүгіндікке тамақ істемеймін. Алдың күні тамақ істеген болатын, ет асқан болатын. Сол жағы тамақты бізге бітіру керек. Сонымен одан сәл ет қалған етін, в общем, нарым бар дегендей, еттен асқан қамыр бар әлі де. Солардың барлығын жеп бітіру керек. И қосымша пирожки істедім, өйткені кішкене болса да тойымды болсын деп. Бір жағынан пирожкиді көп болды істемегеніме, сондықтан сағынып қалыппыз пирожкиді. Сонымен екеуміз 6 пирожкиді көрдік деген жоқ, екеуміз де жеп қойдық. Мектептен келгеннен кейін Алмат жаңағы жабысты, ештеңе жемей, мен тек қана пирожки жемде жеді, үшеуін бірақ жеп қойды. Тамақ ішкен жоқ, бірақ тамақтан бас тартты. Мен бір пирожки жедім, бірақ үлгерген жоқпын деп, в общем, тамақ іштім. Ана тамақтарды да бітіру керек. Мына жерде енді бізде кішігірім стирка, өйткені Алматтың жасыл курткасы бар еді, ойынға киіп жүрген, біраз жуылмай тұрған болатын. Соны жуу керек болды да, сонымен тағы да киімдер қостым, өзінің цветіне байланысты. Сонымен кішігірім стирка жағы жуып алдым. И далаға жайдым. Далаға жаятын кезде мен киімдерді теріс қаратам, өйткені бізде бәрі от жағатын үйлерде бар. Сол от жағатын үйлерден жағы по-любому не түседі, күйе түседі. Күлдері, нелері ұшады, сонымен теріс қаратып қойған сан кішкене неда білінбейді ішінен ғой, енді сыртынан жаңағы киімге жұғып қалса кетпейді біраз. Мына жерде енді капустаны қуырып қойғанымды көрсетіп жатырмын. Енді пирожкиге кірсем 6 шығардым. Өте үлкен қылып, қалғаннан нан жасадым. Нанды әшейін домалақта жайған болатын, солайынан пісірген болатын, бірақ Алматқа ұнамады. Мама, наның ұнамады, маған лучше батон наныңды істей берші деді ғой. Сонымен қайтадан батон нан істейтін болам. Мен ойлағам, осындай нанды жаңағы осылай істесем ба деп. Бір жағынан ойланып қоям, менде протеин біреу-ақ болғаннан кейін батон нан маған өте қатты ыңғайлы да, екеуін бірден саласын, и жаңағы көтерілгенін күтесің, содан кейін көтерілгеннен екеуін бірден саласын. Пирожки өте дәмді болған, қамыры да жұмсақ. Пирожкидің қамыры өте қарапайым, ондай қатты не жоқ, кәдімгі нанға ашытқан жаңағы қамырым. Ондай жұмыртқа, жаңағы қант қосып, анау қосып, ешқандай ештеңе қосқан жоқпын. Пирожкиларым мен деген пирожки болды. Үлкен болып 6 шығардым. Алмат екеумізге жетеді. Одан кейін нан қойдым. Нанды бұл жолы домалақтап қойдым. Менде бір протеин болғаннан кейін бөлек салуға тура келеді. Қазір салқындасын, сонымен жейтін боламыз. Айтпақшы, Алмат сабақтан келді, бүгін ерте кепті.